Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Саят. Бүгінгі видеода біз лайбрашада менің бір күндік өмірімді көретін боламыз. Короче, мен не істеймін, немен айналысамын деген сияқты. Ал видео бастамастан арнама жазылып, видеоға лайк басып кетіңдер. Ал ендеше біз короче, менің бір күндік өмірім осылай басталады. Яғни организациядан шығамын постоянно. Бұл ОПГ, Тамбовский ОПГ. Яғни криминальный организациядан мен бандитпін ғой былайша айтқанда. Енді бұл мен не істеймін, сосын шығамын. Мен бандиттікті көп істемеймін. Мен тек қана қалада жүремін. Осы жерден Мерседес-Бензді аламын мен. Және де былай қарап жүремін. Айтпақшы достар, мен өзіме машина алған болатынмын. Оны сіздерге ютубтыға шығарам дегенім, бірақ видео өшіп кетті. Мен сіздерге қазір оған обзор жасап көрсетіп жібере салайын. Міне /car. Осы жерге парковать етіп қойғам мен оны. Маған жақын тұрсын деп. Вот, міне менің бағасы 21-15-ім. Бұл енді айта алмадым бұл үшін. Кайф қол былайша айтқан бұл машина. Короче, до конца скорости 174 бұның. Бұлай айуан, бұлай қарасаңыздар, бұл машина оңай емес. Әрине. Ал бұл айтпақшы достар, сіздерден сүйінші. Себебі мен бүгін сотрудничествоға отырдым ютубпен. Яғни лайбрашамен. Енді мен официальный ютубермін, яғни лайбрашаның. Солай енді маған олар әр 250 просмотр үшін бір аптада, яғни жексенбі күні, сол 250 просмотр үшін маған ақша төлейтін болады. Яғни 100 донат коин. Ол мен үшін кайф. Қазір мен көріп жүрейін, менде қанша донат бар екенін. Менде 119 донат бар. Ал бүгін бізде сенбі. Ертең біз отчет тапсырамыз, және менде 300 лайк коин болады, короче. Айтпақшы достар, сіздерден тек қана қолдау күтемін енді мен. Маған до конца қолдау білдіріңіздер, себебі енді бізде сотрудничество бар, енді біз дамимыз, семья аламыз дегендей. Айтпақшы достар, біздің рок командамыз бар. Сіздер біздің рок командамызға кіргілеріңіз келсе, кемінде ютубта 100 подписчиктеріңіз болу керек, және активтарыңыз сәл болсын нормальный болу керек. Ал егер сіздерде осы шарттар орындалған болса, менің телеграм личкама жазыңдар. Ол описаниеде болады. Айтпақшы достар, бұл ойынның аты лайбраша. Сендер бұл ойынды бізбен ойнай аласыңдар. Бұл ойынды сендер менің осы видеодағы описаниедан көре аласыңдар. Яғни көріп сол жеріне ойнап жаса аласыңдар үшін, былайша айтқанда. Енді достар, біздің бір күндік өміріміз қалай өтеді десеңдер, біз ТК-ға барамыз, бірақ қазір ТК-ға деген жоқ, өйткені мен ақша істеп салдым. Еще бағана бір бизнес тұрды. Ол бизнесті ала алмай қалдым. Яғни біреу 2 КК қосып жіберді, яғни 2 миллионға. Сонымен менің ақшам жетпей қалды. 2,5 миллион дегенім. Сонымен менің ақшам жетпей, енді қазір желания жоқ. Сол үшін мен осылай жүрмін енді. Көңілімде сол үшін қазір как раз 3-тен 56 кетті. Скоро уже болады бізде. Яғни файдей, сол файдей болғанда тағы 2x пен не болмаса 1x аламыз. Общем, бізге 10 жүрбенге жету керек инкассатор үшін. Достар, мен еще күнде істейтін әрекеттерім ол гараж қарап жүремін. Мен өзімнің армандаған затымда көрем. Солай жақсы нәрсе болса алам, жаман нәрсе болмаса алмаймын дегендей. Бізде лайбрашта скоро обновление шығады, сол кезде жаңа үйлер болады. Ал сол үйлерді мен алу үшін ақша жинап жатырмын. Қарасаңыздар, менде қазір 1,7 миллион бар. Енді солай ақша жинап гараждарды қарай салайын дедім. Мен қанша болады екен бұл гараждар? Айтпақшы достар, майнинг жасауға болады бұл жақта. 500 мың. Негізі алуға стоит, бірақ майнинг жасау үшін бізге 5 миллион керек, короче. Мен бір күндік өмірім осылай өтеді бір қарағанда. Бүгін сіздерге бұл почти бір күндік өмір емес, тек қана қысқа жаңалықтар болды сіздерге айтқаным. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ал видео осымен аяқталатын болады.